Assalamualaikum. Hayırlı gün, hürmetli көрермендер. Дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық тілейміз. Сіздермен ауыл тынысы арнасы. Бүгін сәрсенбі 19 тамыз 2026 жыл. Таңертеңгілік уақыт сағат 6:30 маңайы ғой. Ауыл тынысы арнасы, шүкір Алла, аманбыз. Бір Алланың арқасында аман есен жүріп жатырмыз. Бүгін сәтін салып жайлау жаққа келгем. Сұрағанға тілеген дейма, тілегенге сұраған дейма өзі. Жайлау жаққа келе жатсам, қойлар дәл алдымнан шықты. Ана жерде жайлау тұр, үлкейтіп көрсетейін. Ана жерде жайлау. Малдар, қойлар түгел осы жақта жайылып жүр екен. Дәл алдынан түстім. Ана жерде трактор екі телешкесімен, арбасымен кетіп бара жатыр. Ловыл, марқат. Осыдан бір 2-3 күн бұрын алдыңғы видеоларда бір айтқанмын, жайлау жақтыда бір кішкене жерін шауып тастаймыз деп. Сол 2-3 күн бұрын осы жайлау жаққа келіп, 1,5 күндей шөп шаптық. Қияқ миямен араласқан. Бәрен жылдан бері шабылмаған, бірақ шөбі тамаша екен. Негізі соған неше жылдан бері байқап келе жатырмын, күздігіні малдар аса оттамайтын. Сол жерде аса тұрмайтын. Сондықтан шауып тастайықшы. Шабылған жерге қойлар жақсы тұрады деген ниетпен шауып тастағанбыз. Тамаша бір 91, нақты санын айтсам 91 рулондай шөп шабылды. Ана жерде трактор кетіп баратқан жерде сол жерлер шабылған. Мына жер емес. Осыдан бір қазір 100 метр ма 200 метрден кейін шабылған жер басталады. Кеше марқат тасыды. Таңертең кешкілік үйге апарып үйіп қойдық. Қазірда бір 30 рулондай қалғанның, соны шығаруға кетіп бара жатыр ғой марқат. Қойлар жақындатпай тұр, жақындап кеп көрсетем бе дегенмін. Оған қойлар жақындатпай тұр. Үркіңгіреп тұр. Қазір малдарға соғам. Алдымызда малдар да жайылып жүр. Айналып шығам ғой. Қазір қойлардың күйі жақсарған, семірген десем де болады. Көктем уақытында, жазғы уақытта емес. Кәдімгідей толысып, дөмалақтанып қалыпты қойлар. Қойшы адам ренжит шығар, мынау не істеп жүр? Қойды үркітіп жап-жақсы жайылып бара жатқан қойдың алдынан шықты деп. Қазір кетсем, қайтадан орындарына келетін шығар енді. Міне бір қошқар кетіп баратыр, сары. Сыйлық мынау кетіп баратқан. Қойлар қашып атыр. Қашып атқандар көп. Ана жақта бақташы тұр ғой. Ана жақта тұр, әне алыста. Қазір ана шабылған жерді көрсете кетейін. Мүмкіншілік болса. Одан кейін малдарды аралап шығайын бір. Мына жерде ауыл. Ауылда іргемізде ғой, білесіздер оны. Бұл жердің шөбін шаптықта бірден үйге рулондап шығарып жатырмыз. Себебі мал жүретін жер, малшыларға, қойшыларға бөгет жасамауымыз керек. Ол жайылып жүрген мал
rulondарға кеп сүйкөнеді, шашады. Өзімізге де жаман. Сондықтан бірден оны алып тастап жатырмыз енді. Қазір сол жаққа барамыз енді. Мен мына көлік мотоциклдің үстінде отырып жүргізіп көрмеген, білмеймін да қазір. Жүргізе алам ба, жоқ ба? От алдырдым ғой. Цепленияны баспай, қолым соткасын ұстап тұрғаннан кейін басып көріп едім, болмады қазір. Жоқ, болмады. Міне мына жер. Дәл жайлаудың арты. Үлкен бір ой бардың осы жерде. Соны да шауып алдық. Барқат тиіп жатыр әне. Бұл жердің шөбі да міне мынадай. Жаман емес, енді ойдың шөптері ғой енді. Миясы бар, қияғы бар, жоңышқасы бар, әр түрлі шөп. Жазғы уақытта шауып жүрген. Енді қазір күзге де жақындап қалды ғой, сондықтан жаздың ортасында шауып жүрген шөптерге қарағанда бұл жақтың шөбі жасылдау. Енді сонымен біраз есеп бере кетейін. Бір жарым 2 айға да таяп қалды десем де болады енді. 2 ай болған жоқ, 1,5 айдай шөпте жүрдік. Биыл қуаңшылық жылы болды, өздеріңіз білесіздер. Жаздың басында, жазда мүлдем жауын жаумады. Сонда да дегенмен қорқтық басында. Соншама рулон шөпті қайдан аламыз, малға шөпті қайдан әзірлеп аламыз. Жалғыз біздің ауыл емес, аймақта сондай болды. Дегенмен 3-4 жыл, 2 жыл шабылмаған жерлерден теріп отырып, таңдап отырып, көздеріңіз көрді, шөпті шауып алды енді. Бір Алланың арқасында. Барлығы өткенде Ресеймен шекаралас жатқан жақты шаптық. Онdan 800 рулон дедім. Одан кейін соған қарама қарсы мына жақтан, ауылдан бір 15 шақырым жерден о жақтан да шаптық. Одан бір 600 аламыз деп жүргеніміздің 500, шүкір Алла, 550-ден аса рулон алынды, 550-дей. Одан кейін осы жайлаудың айналасын кеп міне шаптық. Бұл жерден 91 рулон шықты. Сонымен барлығы шөп шауып рулондаған шөбіміздің саны рулонның 1449. Дәлме-дәл айтсам 1449 рулон дайындадық малдың азығына. Шүкір Алла, бір Алланың арқасы. Одан кейін балалардың тынымсыз еңбектерінің арқасында даярлап алдық қой осы шөпті. Енді тек осыларды енді үйге жеткізіп үйіп алсақ болды. Оған енді асығыс емес, біз алдымызда әлі қыркүйек айы бар. Далада жатқан шөптен қорқатын түгі жоқ қой енді. Алла тағала тек пәле жаладан, қауіп қатерден сақтасын. Далада жатқан шөп үйілген шөпке қарағанда рулондағы шөп жақсы сақталады. Бұзылымы да аз, сондықтан бұны тасуға асыға қоймаймыз. Күніне 1-2 рет таңертең кешке шығарып отырсақ та
Bir 20 күннің ішінде, бір айдың ішінде тасып боламыз. Сол аралықтарда үйдегі жұмыстарды да бітіре береміз. Осындай жағдай. Енді 1450 деп айта берейінші, 1450 рулон дайындау ол аз шөп емес. Аз шөп емес. Біраз шөп қой. Енді мына телешке деп сөйлей білейінші, телешкемен есептесек, бір 140 телешкедей шөп дайырланды ғой. Рулонмен айтпағанда. Біздің рулондар үлкен оның үстіне. Ана рулонмен көп адамдар шатастырады. Мына жіппен ғана айтайшы. Жіппен. Біздің жіп 43-44 рулонға жетеді. Рулондап жүргеніміз. Осындай. Рулонмен 43-44 рулон жасайды. Бір катушкамен. Ал енді біздікінде 145-тік пресс-подборщиктар құрылғы. Шарапат сонда басқа кісілердікінде рулондап көргеннің, олардан 55 шығады екен. Сонда шөп жіптен де белгілі рулонның үлкендігі біздің рулондардан 43-44-ке жетсе, бұдан кішірек рулондағыларға 55 данасына жетеді екен. 10 рулон айырмашылық болады екен сонда бір жіптен. Енді мына біздің рулондарды 300-320 килограмм деп айтады. Ана 145-тік рулондар, олар 250 сондайдың маңайында ғой енді. 250-260 ба. Сондай айырмашылығы бар. Осы жүрегіміз жайланып, малдың азығы енді жетеді деп отырмыз тек. Алла бұйырса тек Алла қолдап, аман есен енді үйге жеткізіп алсақ болды. Осы ала жаздай шөп науқаны 1,5 ай осында жүрдік, шөпте жүрді балалар. Енді менікі бұл жерде тек сайраған тілім болмаса енді басты еңбек балалардікі ғой, Мархат пен Шарапаттікі. Бірі шапты, екіншісі рулондады. Менікі сол сынып қалған жерлерін жөндесуге көмектесу, пісіріп беру, жөндеп беру, сол жұмыстар болмаса екеуінің еңбегі. Енді бұл нәрсе өздеріне керек нәрсе ғой. Бұл шөпті, малда олардың болашағы, азығы десем де болады. Солар үшін барлығы. Қазір енді сиырларға барам. Қарамалға бұқаларды, бұзауларды, сиырларды бір көрсетіп шығайын. Мал бағатын адамда шоқиып отыр, мені тосып отыр. Біраз ішіп сат қой, біраз әңгімелесейін деп. Бізді көрді де мына жаққа келді ғой. Қызық. Міне ой. Жазғы уақытта, күн ыстықта қозылар осындай ойға шұңқырдың ішіне кіріп алады. Осының ішінде ойнақтап, осының ішінде жатады көбінесе. Осындай шұңқырлардың ішінде. Міне малдарға келдім. Шетінен түстім. Жатыр малдар. Жатыр малдар. Тоқ. Тоқ. Деген жалтырқап тұр. Мынау болашақ бордақы бұқалардың бірі. Патсос бұзаулар ғой.
Біздің сауын сиырлар мында кеп қосылса, сөзісіп бұларды қуып шығады дейді. Андар бөлініп кетеді дейді. Қоспайды дейді, қосылмай жүр дейді. Ерте жайылып алған ғой, таңғы салқынмен. Мынау өсіп жөндері қапты. Мынау жазда туды ма, күзге қарай туған, былтыр естеріңізде болса, Құнажынның баласы. Бұзау ғой. Өсіп қапты. Бұл да ұрғаш екен. Мынау естеріңізде болса, үйде бордақта тұрған Құнажын ғой. Әкеп қосып жереміз, сонымен қосып жердік қой осында. Сол Құнажын. Не бір бұқа болашақ бордақы. Бұның мүйізі жуандап, кәдімгідей бұқа болып қапты. Мына жерде ангус жатыр. Ангус кісіге қарай ұмтылады бұл. Міне бір бұқа жатыр. Жүр, тұрды міне. Жақсы. Міне мынау ангус бұқа. Қалай қарайды кісіге, менсінбей қарайды қой кісіге. Сиырлардай ғой бойы. Әне. Жақсы. Мына жерде бір бұқа жатқан сияқты. Сементал ғой деймін бұл. Бұл сементалдың балалары ғой бұл бұзаулар. Ангус пен Әулиекөлдікі енді Құдай берсе биыл қыста бұзаулайды. Не бір бұқа. Болашақ бордақы. Не бір шамбыл бұқа тұр. Не бір бұқа жүр. Патсос бұзаулар. Мұнаның күйі төмендеу сияқты енді. Жұқа екен. Басы үлкен, денесі кішірек мұнаның. Әулиекөл міне жатыр. Мынау кәрі сиыр. Бұны бордаққа қоямыз дегеніміздің жүдек кетіпті бұл. Бұл жүдеу екен. Әулиекөл міне мынау. Ангусқа қарағанда мойны кішкене осалдау, жұқалау мойны. Әулиекөлдің мойны жұқалау, ангусқа қарағанда. Жаман емес, жалпақ.
Негізі қаны бар бұқалар қорқыңқырамайды иә негізі. Қара болып жақындатпайды иә? Қандарында бар ғой, қызғанады иә табы өрісті. Қайсы? Мынаған ба? Бұл кеш туды ғой дейм, иә? Мынау француз. Мынаны сауынды деп неткеміздің басында бұзау кезінде. Бойы өспей қалды. Сауын сиырға ұқсамайды екен. Негізі қаны бар бұның, негізі сүтті сиырдың. Не болашақ бұқа бір бордақы. Не біреу жатыр ғой дейм. Мына бір қаршы енді. Осындай жағдайда малдар жаман емес, күйлері жақсы. Шүкір Алла. Олар кетті бөлініп. Жаңа бірге жатқан бізден үркіп бұла қарай шықты. Осы видеоның соңын енді видео жалғастырамын. Үйге келдік жайлаудан. Бір арбаны бір телешке деген төгіп тастадық. Төгіп тастадық дегенде. Үйіп қойдық. Міне осылай. Енді екінші арбаны босатып атыр. Жерден бастайды қазір енді. Мынаны бір жағына қалай қисықтау қылдық. Әдей. Бұл қазір бұлаға қарай жылжыған сайын шөп, бұл түзеле береді. Себебі трактор соғып отырады қой. Ал егер басынан түзу қоятын болсақ, бұл мына жаққа қарай, кері жағына, мына жағына қарай құлап кетуі мүмкін. Сондықтан бер жаққа қарай кішкене қисайттық. Әдей. Үйгенде. 5 қатарға батыр, әзірше. Сонда бір қатарға 14 рулоннан кетіп атыр. 14 рулоннан кетіп атыр. Міне мына жақ тілді міне. Мына жер шөп, су болмайды. Байқаған шарсыздар шылақ төсеп тастағанымыздың шұңқыр жерлер, міне мына жерлер осы жаққа қарай су ағатын болады енді. Осылай жайлап ұқыпты істеп жатыр марқат. Мына жаққа сауынды сиырларға деп жылда осы жаққа үйіп қоямыз сауынды сиырларға. Оны үйіп бітірдік. 74, ұмытпасам. 74 рулон кетті. Қоршап тастадық. Одан кейін сиырлар кіре алмайтындай қылып. Бұл жаққа да осылай 5 қатар 14 рулон.
Неше қатар екен бұнда? Так, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Бесеу. Ар жағында артықтары да бар ғой деймін. 74 рулон әйтеуір санап тұрдым мен. Осындай қойып қойдық бұл жерде. Осы біздегі жұмыс енді. Мына жерде бір рулонда келіп құлатып алғанмын. Біз оларға беріп отырмыз, қазір көрсете кетем шөп қандай екен. Міне осындай шөп қой. Қияға араласқан, миясы бар арасында. Жаман емес шөп, жаман емес. Дәл мына жайлаудың жаны осындай шөп болып қалды, енді түсіп қалды. Сауынды сыйларға жақсы болды. Мына қолдан істелген арба ақтап жатыр. Тамаша, жақсы болды. Ыңғайлы да балаларға. Алып жатыр. Осылай балаларды шығарып салам. Мен жұмысым осылай тосып алам. Сосын жандарында осылай жүрем. Жақындап көп болып кетті. Тақап отыр деп қолмен ымдап отырам трактордың ішінде. Басын бастағанда қиын рулондарды қою. Осы жақта кісі керек негізі. Қатты соғып қалса, мына жақтары құлап кетуі мүмкін. Осылай жағаласып жүрем жандарында. Осы бүгінгі видео бір сәрсенбінің сәтті күні. Алланың әр күнінде сәтті ғой енді. Бүгінгі күн барлықтарыңызға берекелі болсын, бар жақсылық болсын. Дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық тілейміз. Есен, сау болыңыздар.